Мен кішкентай кезімнен бастап бастауыш мұғалімі болуды армандадым. Бұған жету үшін өзімнің ең алғаш сабақ берген ұстазым, яғни Түлекүл Төлеш қызына рахметімді айтқым келеді. Ол кісі маған оңы мен солын үйретіп, жазу мен сызуды үйретті. Бұл кісіге мың алғыс. Мұғалім болу үшін ең бірінші шыдамды, төзімді, жауапкершілігі мол болу қажет. Сонымен қатар мен міне бастауыш сыныпта жұмыс істеп жүргеніме 25 жылдан аса уақыт болды. Әрбір үйдің кішкентай баласы, бір үйдің еркесі, бір үйдің серкесі, даярлық сыныптан келеді, құшағын қарсы ала, біз қарсы аламыз. Яғни бастауыш сатыға келген уақытта олардың жүрегіне жол таба білуіміз қажет. Мінекей бастауыш сыныптың ең алғаш сатысы осы кішкентай бүлдіршіндерді қарсы алудан басталады, және бұл өте сыннан өту кезеңі деп саналады. Мұғалім ол нұр құятын қызметші. Ол ой мен ақылдың барлық іс-әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұрын үздіксіз қиып отыратын лаулаған жалын іспетті деп Яномос Каменский айтқандай, бастауыш сынып мұғалімнің жұмысы өте қызықты, сонымен қатар ауыр кезеңінде де кездеседі. Бірақ сол ауыртпалыққа, қиыншылыққа төзе білу қажет. Жалпы балаларға сапалы білім мен өнегелі тәрбие беру әр ұстаздың міндеті. Жас мамандарға кеңесім, яғни бала жүрегі кішкентай күйсандық. Сол кішкентай күйсандықты кілтін ашып тапса ғана ол ашылады деп Мұхтар Шаханов ағамыз айтқандай, әр баланың жүрегіне жол таба білуіміз қажет. Ол үшін олардың шығармашылығын, ізденімпаздылығын таба білуіміз қажет. Сонымен қатар әртүрлі техникалық ақпарат құралдарын қолдану, түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалану әрбір ұстаздың міндеті деп білемін. Ең бастысы аянбай тер төгу, уақытпен санаспай еңбек ету деп білеміз. Әдемі жазу да өнер демекші, мен өзімнің балаларға арналған таңдау курсыма, яғни көркем жазу таңдау курсын бағдарламасын жасаған болатынмын. Оның әртүрлі қысқа мерзімді сабақ жоспарлары бар, бағдарламасы бар. Соның арқасында оқушыларға үнемі көркем жазудан да сабақтар жүргізіліп отырады. Ол қоңырау арасы болсын, сабақтан тыс уақыт болсын, яғни балалардың жазуына қарап, олардың бұлшық еттерінің моторикасы қалай дамып жатқанын біз байқай аламыз. Мына жақтарға қарайтын болсақ, міне әрбір оқушымның жазған жазуларын байқауға болады. Яғни олардың жазуларына астына шағын ғана комментарийлер қоса жазылып, түсініктемесі беріліп отырады. Сонымен қатар өзімнің тәжірибемде ең маңызды, яғни қолданатын әдістерімнің бірі ол болашаққа хат деп аталады. Болашаққа хат жолдаған кезде бұның ең маңыздысы оқушылар бірінші сыныпта жазы, яғни мерзімі көрсетіледі, жазған уақыты жіберілген күні, және ол ашылатын уақыт. Бұл бірінші сыныпта жазған оқушылар, яғни 24 мамыр күні жазды. Енді мен оны қазір аша алмаймын, бірақ 2027 жылы бұл хатты біз ашып оқи аламыз. Сол уақытта бала өзінің ол жерге қандай арман жазғанын, қандай болашаққа мақсаттар қойғанын осы хаттан өзін еске түсіріп, яғни өз-өзін сараптай, саралай алады. Біз яғни бастауыш сынып оқушыларына тек білім ғана беріп қоймаймыз, оларды салыстыруға, тәжірибелер жинақтауға, сөйлеуге, ақыл ойын дамытуға байланысты әртүрлі әдіс-тәсілдерді кеңінен қолданып отырамыз. Сонымен қатар келесі бір әдіс-тәсілдеріміздің бірі, яғни оқушыларымыздың оқу функционалдық қасиеттерін дамытатын тәсілдің бірі оқы бөліс. Оқушыларға көптеген кітаптар ұсынылады, кітапхана болсын, сыныпта болсын, бір-бірімен кітаптарын алмасып оқиды. Сол кітаптарын оқып болғаннан кейін осындай шаблондар таратылады әр жеке оқушыға. Сол шаблондарды оқушылар әдемілеп, бояп, әсемдеп, мынау шағын берілген кітапшаның ішіне өздерінің оқыған кітаптарын, шағын әңгімесін жазып береді. Және оқушылар алдында бұл жазған әңгімелері бойынша негізгі ойы қандай болды, ол әңгіменің немесе ертегінің, және түйінді пікірі қандай болды, сол бойынша оқушыларға пікір бөліседі, және бір-біріне кеңес беріп отырады. Сен осындай кітапты оқысаң,
өте қызықты деген сияқты өзара пікір алмасып отырады. Яғни бұл әдіс тәсіл де сіздерге ұнайды деймін. Себебі біз үнемі осы әдіс тәсілдерді үнемі қолданып отырамын. Сонымен қатар келесі тәсіліміздің бірі ол ойды жалғастыр. Бұл ойды жалғастыр тапсырмасында жеке-жеке оқушыларға беріледі. Бұл жерде менің әкем жайында берілген. Қысқа сөйлемнің бас жағы жазылады. Сол сөйлемдерді ары қарай әр оқушы өзінің деңгейіне қарай жазады. Яғни сөйлемдерді толықтырып, жалпы сол әкесінің, немесе анасының, немесе қандай басқа да бір, мысалы әкесінің, анасының болсын, ағасының болсын, түйінді ойындарын жасап, өзі тиянақтап, ол кісіні қалай жақсы көретіндігін сөйлемдермен аяқтап, тиянақты ойын білдіріп жазып шығады. Яғни сонда толық портретін оқи алады өзінің. Және ата-анасына да байланыс парағы ретінде беріп ұсынуға болады. Өте жақсы әдіс тәсілдің бірі деп ойлаймын, тәжірибемен бөлісе отырып. Сонымен қатар балаларды ұлттық құндылықтарға үнемі біз сабақ барысында дамытып отырамыз. Мысалы, ұлттық құндылықтарымыздың ішінде біз алатын болсақ, кигіз үйден бастап, кигіз үй болсын, жеті қазынамыз, ұлттық аспаптарымыз, ұлттық мәдени салт дәстүріміз жайлы оқушылардың үнемі өн бойына, яғни мәліметтерді беріп отырамыз. Сол ұлттық қасиеттердің бірі мақал-мәтелдерде болып табылады. Мақал-мәтелдерді біз пазлдарды құрастыру арқылы да қолдана аламыз. Яғни әр оқушының алдына жеке-жеке пазлдар тастаймыз. Сол пазлдарды берілген нұсқаулық бойынша осы нұсқаулықтың түстеріне байланысты сәйкестендіріп, орнына дұрыс сәйкестендіре отырып қойған уақытта сол мақал-мәтелдердің дұрыс шығуына септігін тигізіп отырады. Яғни бұл әдіс тәсілде оқушылардың қызығушылығын, ынтасын, сабаққа деген қызығушылығын арттырып отырады үнемі. Жалпы сонымен қатар жеке оқушыларға жеке жұмыс ретінде бинго ойынын алуға болады. Әр оқушыға беріледі. Бұл кезде бинго ойынын ойнау үшін жоқ әріптерді біз белгілеп, мынадай бөлек әріптер бойынша белгілеп аламыз. Осы жоқ әріптердің қайсысы жазған уақытта, мысалы А әріпі түссе, мына жерде қай әріп жоқ орны, сол жерге А әріптерін немесе Ы әріптерін жылдам оқушы қойып шығады. Ең бірінші болған оқушы бинго деп айқайлау керек. Сол кезде оның барлық жауаптарының нұсқасы дұрыс болса, ол жалпы осы жердегі ұяшықтарды санау арқылы ұпай саны шығарылып отырады. Бұл да жақсы бір ойынның, оқушылардың ойын дамытатындай әдіс тәсілдердің бірі болып табылатынына сенімдімін.